Достар, ойлаңдаршы, жалпы біз бүгін Free Fire'дан кімнің аккаунттамыз? Әрине, біз бүгін атақты тиктокер Вашионың аккаунтынамыз. Яғни бұл атақты тиктокер, енді бұны кейбір ұлттар біледі. Егер де сендер бұл Вашион деген баланы қандай видеосымен білетін болсыңдар, ендеше осы видеоның комментариясына жазуды ұмытпаңдар. Және де алдыңғы видеоның жеңімпазы дәл осы бала. Егер де сендер осы бала сияқты жеңімпаз атанғыларың келсе, ендеше маған тіркеліп осы видеоға лайк бас, және осы видеоның кез келген жерінен құпия сөзі тауып, және менің керемет настройка алсындар болады. Ал ендеше біз бүгін Вашионың аккаунтына обзор көретін боламыз. Яғни бұның аккаунтта қандай құпия заттар бар, соны бірге көретін боламыз. Ал ендеше ең әуелі біз бұның складына көреміз. Ал складына кіретін болсақ, складын көріндір ма? Короче, Вашионың аккаунтында заттар. Енді мен бүйтпейқын, наяқты қазір соңғы жақтан ашам, бірақ әзірге мен мына жақты көрсін де. Өйткені білесің, мына жақтағы жалпы заттар бірден наборымен көрсетті. Жалпы қандай зат екен. Ең бірінші біздің көзімізге түсіп тұрған әрине бұл Итачидің наборы. Міне Итачи наборы так үсті осылай екен, так үстінен андай қарғалар шығады екен. И пото осылай дейді, и аяпкені, и әрине мыскісі, яғни түрі дәл осының. Ал бізде келесі зат, ол әрине бізде осындай, короче, красный не ондай арктический синийдің, короче, қызыл түрі, вулкан түрі яғни. Ал бұның жалпы басы осылай екен, и маскасы дейді, үсті, и поты так осындай екен. По идее арктический синийді, яғни кәдімгі вулкан түрін қып-қызыл шығарған екен ғой. Почти соның қызыл свет еседі болды. Ал енді біз келесі көретін нәрсе бұл әрине осындай Минатоның наборы. Ал Минато наборы так үсті осылай екен. Қарап отқанда жалпы үсті Итачиға осылай, тек қана түсін өзгерткенде и артындағы жазуларын ғана өзгерткен екен. И ботын көріп отқанда жалпы аниме наборларының көбісінің боттары бір-біріне өте қатты болса, тек қана сәл ғана айырмашылық болады. Аяпкені осылай екен, жалпы и түрі міне осылай. Минатоның түрі дәл осылай екен. Ал бізде енді мынау зат жалпы пропуск, енді мыналарды жалпы білеміз, пропусктар, и мынау алдындағы жалпы Нарутомен коллаборация кезде берген тегін набор, жалпы барлығына бар деп ойлаймын. Ал енді бізде келесіде, так мынандай жалпы бұл Какасидің, короче, наборы осы екен. Ал бұның так үсті осылай, фотода көріп отқандарына жаңа біздегі алдағы наборлардың біріне фото ұқсайды, тек қана сәл свиті ғана өзгерген, и аяпкені дәл соған ұқсайды. Так түрі осылай екен. Жалпы бізде бұл әрине алдағы бір коллаборацияның бірі, Наруто коллаборациясына берген болатын. Қателеспесем, бұл бізге тайни магазинге мас шықты. Ал бізде келесі мынандай өте кереметтей жалпы набор бар екен. Ал бұл набордың жалпы үсті осындай. Қарап отқандар, по идее бұл сәл математикаға сәйкес келе ме? Өйткені көріп отқандар, міне артында бүйтіп формулалар тұр, и калашник суреті, міне мынандай, короче, заттар тұр екен. Ал енді так бұның боты осылай екен, боты ондай қатты жарымдау еді, аяпкені осындай, и шашы пойды, не бәлен ау? Шашын тор-торғы істеген болса, мен түсінбедім вообще. Ал бізде келесі нәрсе, короче, осы набор дейді. Бұл пропуск, енді жалпы олд пропусктардың бірі. Енді бұны жалпы былайша барлығында демейін, көбісіне барша, бірақ қазірде оны ойдан басқан игроктарда жоқ. Өйткені былайша мен жалпы осы пропусктың әсесе басын, өйткені қарап отқанда басы кәдімгі жан тұрады. Енді мынау жалпы, енді бұл көбісі былайша ботский киім сияқты, бірақ бұл негізі 2020 или 21-ге шыққан бір затпен коллаборация болған болатын, соған байланысты берген жалпы тегін халева шыққан набор. Енді мына білеміз, жалпы бұл карта пропуск деме. Енді менің айтуым бойынша карта пропуск. Енді сендер қалай атайсыңдар бұны жалпы? Давайте соны жаза кетейік. Ал ендеше так бізде так жоқ, мынау. Мынау карта. Мынау карта. Мен шатасырттым. Так, мынау чөзім. Короче, бір картаға ұқсайды бұл да ше. Бірақ нақты білмейтім ше. Так, енді берізде келесе мынандай, короче, бампир пропуск набор. Енді бұл былайша маған бастап шыққанда осының үсті өте қатынаған тұғын. Боты осындай екен, аяпкені жарымдай, балай шашы нормальный седеді. Мынау енді бір жарым пропусктардың бірі. Пайди бұл галактика сияқты пропуск дейді. Так, Крушел, Кошмаров деген пропуск екен. Сонда бұл жалпы не нәрсе ұқсайды? Егер де мен пайди мынау бір бәлеге ұқсайтын сияқты, бірақ не нәрсе ұқсайды мен нақты білмейтім. Егер де білетін болсам, давайте комментарияға жазуды ұмытпаңдар. Келесі так мынадай пропуск, енді бұл пропуск жалпы біз білеміз, ең маңызды нәрсе бізге олд пропусктар мен кереметтей жалпы наборларды көрейік. Ал бізде келесі мынадай хоккей пропуск, так бұның аты кровавой вратар. Короче, по идее мынау бізде хоккейшілердің
вратарысы ма сондай бір бәле ғой. Өйткені так бізде короче маскасы осындай екен, әсіресе фастер игроктар осының маскасын жақсы көреді. Үстері ондай қатты сәл қопалды, былай ыңғайсыздау, былай маскасы өте әдемі негізі маған ұнайды. Ал сендерге ұнай ма жалпы? Ал мынау енді Пустин деген пропуск, енді бұл жалпы Калахари карта шықты ғой бізде. Сол кезде дәл осы пропускты шығарған болатын. Ал бұның үсті осылай, поты пайды негізі үстімен басын былай киюге болады. Өйткені басы өте кішкентай, ыңғайлы пайды. Ал бізде келесі мына DJ пропуск, енді қазіргі уақытта бұл қателеспесем магический клубта тұр. Бірақ ең алғаш рет бұл шыққан кезде жалпы қиын сабиталардың біріне шыққан болатын. Және мынада қателеспесем бұл клубқа шықты, кейіннен сол кезде албылды. Бірақ негізінде бұл ең алғаш шыққан кезде оны олтар білет, бұл қиын затқа шыққан болатын. Ал бізде келесе, короче, мынандай пропуск, және бұл 13-ші пропуск, смертальный удар деген. Енді жалпы бұл пропуск енді ұлттар ғана білет. Енді егерде сендерде бар ма? Бар болса, давайте осы видеоның комментариясына жазуды ұмытпайық. Осы пропуск бар болатын болса. Ал так бұның басы осылай екен, үсті осындай. Пайди көп олттар негізімен байқадым. Кейбір олттар егерде бар болатын болса, осының басын кет негізінде. Әдеттегі ең керемет набор. Әрине бұл бізде бандит. Бандиттің енді үстін тастап тастау деген ол өте үлкен күнә десе болады. Өйткені қарапсаң ең ыңғайлы жалпы денесі де бұл айша любой сетпен короче жарасып кететін киім ғой негізі бандитше. Мынандай короче бұл зат бар. Енді бұл пайди кубқа шықты. Былай онда көбісі кие қоймайды. Әрине бізде биомеханический воин, бірақ бұрында бұның деген кәдімгі өте құны жоғары, кейіннен бір әр нәрсеге қосап бұның құнын түсіріп тастады. Негізінде бұрында қаншама игроктың бұл арманы оған ауыра ойлап қараңдаршы. Ал бізде келесі так мынандай зат бар екен, бұл қателеспесем пропуск па бір бәле. Әрине мынандай жалпы набор. Енді так бұның үсті осылай екен, поты мынандай, енді поты жазып еді ақ светке бояған екен. Аяп киінді, короче, мынандай бір ангел сияқты аяп киінді. Мынандай кепкі бар. Мен жалпы алдыңғы видеолардың бірінде осы жалпы затқа ұқсайтын бір бәледі көрсеткен болатым. Егер де білмейтін болсаңдар, давайте алдыңғы видеоларды қарап кетейік. Так, бізде так мына қарап отқандар енді көп нәрседе халявалар бар екен. Енді мына затты білесіңдер. Енді бұл негізі фейк түрі. Негізі бұның оригинал түрі жасыл светі. Короче, кейіннен шыққансын фейк түрі. Негізі былай екеуінің былай формасы барлығы бірдей негізі. Так, походу мынаны ше, Малефисентаның ол түрі сияқты ма, сондай сияқты бір шығарған ше. Енді просто мен түсінігім бойынша солай, негізі былай мүмкін басқа шығар. Әрине мынандай набор, әрине бұның жалпы фасия игроктарға әсте қытты өнек қуатын игроктар осының шашын негізі тастамайды мен байқауым бойынша. Әрине бізде келесі, короче, мынандай зат бар екен, бұның үсті, жоқ үсті mesela боты. Әне көрдің бе? Осының ботын жалпы көптеген игрок негізі қызығады. Жалпы тіпті менің өзім қызығам, өйткені менің аккаунтымда бұл зат жоқ вообще. Именно осы набор жоқ. Так, енді бізде келесі так, короче, мына заттар енді бұл алға шыққан кезде өте құнды заттар болған, кейіннен бір тайни магазиндерге қосылып бұның құнын түсіріп жіберді. Ал бізде келесі әрине мынандай скелет набор. Енді бұны скелет наборды жалпы қазіргі уақытта магазинде тұр, қателеспесем, бірақ сонда да былай әдемі наборлардың бірі. Әрине мына пропуск енді ол пропуск емес, бұл пайди бір алмаздың жекпотқа шыққан зат. Но былай енді бұл набор жаман демеймін, өте әдемі, кәдімгі қорқынышты агрессивный набор, бірақ бұл үсті үлкен болғаннан көп игроктар былай кие қоймайды. Әрине бізде жаңағы бізде Arctic Singing вулкан тұр ғой, ол өткені бұл бізде инкубаторда шыққан болатын. Енді жалпы олттар біледі негізі. Мынау короче инкубатордың 3-ші приз екенді, мынау короче 2-ші призі. Жаңағы көк набор болсын, мынандай қызыл түрі де бар, дәл соны типа қызылып шығарған. Но шаштары барлығы бірдей, тек қана үстіндегі светі ғана. Әрине бізде ең мықты инкубатордан бірі әрине бұл Иньян. Иньянның бұда көк түрі бар екен де, короче, маскасы осылай, так шашы осылай, поттары мен аяқтың жарым, бірақ көбінесе маскасын киемейді, шашы мен үстін кет жалпы. Көп олттар әрине бізде ең алғаш рет. Егерде давайте осы видеоны жалпы олттар болатын болса, давайте жазып кетейікші. Бұл пропускты ше, мен сұрақ қойып кетейін, жалпы тегін берді ма? Және бұны тегін берген өзі қалай тегін берді сендерге сұрақ, давайте олттар давайте жазып кетейік. Олттар білет бұны. 100% олттар білет бұл пропуск жалпы қалай алғанын. Ал бізде келесі әрине мықты пропусктан бірі, әрине бұл достар демон пропуск. Демон пропуск енді жалпы көбісі басын киеді, не үстерін бұттар енді үлкенде болғансын кимейді. Ал ең мықты набор әрине бұл бізде Азамның шашы бар набор. Так, бұның так фиолетовый деймін, сондай бір зат екен жалпы. Әрине так мына жалпы олттардың арманы, енді мынаны білетіні жалпы 2019-да бір турнир болған болатын, сол кезде Трешер дәл осының үстін киген болатын. Әрине мынаны аяқ киген жоқ, но былай аяқ киінде былай өзі кәдімгідей көптеген игроктарға арман тұғын. Так, біз асына түсейік. Так, бізде қандай нар? Әрине бізге
дәл осындай игра кальмардың 456 номерлі дәл осы наборды албаған ойландыш. Енді бұл набор былай оңай нәрсеге шыққан жоқ, нормально алмас келеді негізі бұл наборды түсірудің өзіне ше. Так, бізде келесіде көрейік. Так, мынандай набор. Енді бұл набор так мен байқамадым қандай затқа шықты. Білесіңдер ма? Мен ұмытып қалдым, жалпы егер білетін болсам табайда жазып кетейік, мен білмеймін, ұмытып қалдым жалпы. Бізде, короче, келесі мынандай набор шыққан екен. Бұл наборда так қателеспесем бір джекпот бірдеңе шыққан сияқты. Так, бұның басын көріп отқандары XX Edition'ға ұқсайды негізі. Көріп отқанда, бірақ ондай қатты ұқсамайды, но былай келеді негізі, прическасы келеді. Ал бізде келесіде, короче, так, мынандай набор бар, тағы да бізге ерекше мынандай набор. Мынандай набор екен. Мынау не затқа шықты? Білесіңдер ма? Мынандай бір зат бар екен, мен енді байқап жатырмын. Так, бізде келесіде, как көрейік, бізде, короче, мынандай набор бар екен. Короче, мынандай набор, енді бұл да жалпы әсесе міне басы жаңа мен көрсеттім осыны ақ түрін. Короче, дәл осының қара түрі, бірақ оригинал. Осы оригинал, короче, оригинал набор осы. Ал енді бізде келесі мынандай набор бар екен. Енді бұл наборда көбісі кие қоймайды, бірақ негізі байқаймын, бұл набор именно көбісінің аккаунтында жоқ сияқты. Былай қарап тұрсам, негізі әдемі набор, осы набор жалпы маған ұнаған басына шыққан кезде. Ну, былай енді менде жоқ бұл набор. Ал бізде келесі короче, мынандай набор бар екен. Бұның әссе жалпы шашы керемет, жалпы мен көріп отқандар бет-бет ұшады. Еще мынандай маскасы бар, так үстін үлкендеу, шәлі қопалдап от, ыңғайсызды. Ал енді бізде келесіде, короче, мынау маска. Енді бұның маскасын жалпы кез келген игрок армандайды. Жалпы жоқтарын барлық. Өткен бұның маскасы жалпы ең керемет маскалардың бірі. Мынау арктический синийдан кейінгі осы, короче. Менің ойым жеке, сендердің ойларың, мен просто менің өзім жеке ойым осылай. Сендердің ойынша жалпы бұл маска арктический синийдан кейінгі ме, одан кейін тағы да одан мықтырақ бәле. Давайте өздерінің ойларында жаза кетіңдер. Ал бізде келесі, короче, мынау енді бұл жалпы біз білеміз, бұл бізде осыдан 1-2 жыл бұрын дәл осы Tiny магазинге шыққан болатын ше. Сосын әрине мынандай набор. Бұл набор енді біздің регионда редкі көп игроктар жоқ негізі мен байқаймын. Өйткені бұл жалпы оңай нәрсеге шықпаған именно осы набор. Но енді қатты қиын демеймін, бірақ көбісі бұған қызықпаған. Өйткені былай қарапсам бұның көбісі үстін кие қойғызмайды, неге мына маскасы ең әдемі маскалардың бірі. Так, бізде келесіде, так, короче, қандай зат бар? Бізде, так, не набор бар екен дағы. Так, бар біз білеміз. Так, бізге асына түсеміз. Так, мындай набор бар екен. Енді бұл басында ешкімде жоқ болған. Кейін қосылады бірақ тайниларға. Содан соң құны түсіп кетті бұның. Ал әрине мынандай набор бар екен. Бұл да жалпы керемет наборлардың бірі. Әсіресе бұның үстімен шашын, короче, фасил игроктар тастамайды. Мен өйткені байқап жүрмін. Әрине бізге мынандай самурай бар ғой, аккаунтына көрдіңдер ма? Короче, осындай әдемі самурай негізі басы мен үстін кетті, жалпы көп игрок байқадым. Әрине сосын так бізге мынандай зат бар екен, принцтікі. Енді бұның жалпы үстін кім киеді айтыңдаршы? Bir танымал ютубер киеді. Егер де давайте білетін болсыңдар, давайте комментарийға жазуды ұмытпаңдар. Ал бізде келесі әрине бізге мынандай ең алғашқы жалпы Tiny магазин. Ең алғаш шыққан. Бұның әсіресе шашы әдемі. Жаңа көрдіңдер ғой, типа ақ прическа, типа ол шашы үсіп тұрады. Дәл, короче, мынау оригинал түрі осы. Анау екінші типі қайталы фейк түрі дейме, қайталанған түрі ғой. Негізі оригинал дәл осы. Ал бізде келесіде, короче, әрине мынандай кереметтей зомби самурай бар. Енді жалпы бұл қазір қарап отырсам, жалпы негізі қазіргі уақыттың өзі көптеген игроктардың аккаунттарында жоқ. Бірақ негізінде әдемі набор, әсіресе бұның басы ғой. Өте керемет набор кәдімгі ше. Енді бұл наборды любой сетпен кәдімгі келеді, короче, любой сетпен. Сосын мынандай набор бар. Енді бұл набор ең алғаш шыққанда тек қана олдтарда болған 2018-де. 2018-де қысында шыққан, қателеспесем. Сол кезде ойнағанда кездегі олдтар білет. Егер де давайте осының арасында олдтар болатын болса, егер де осы затты бұрынғы аккаунттарында болсын түсірген болсаңдар, нақты бұның қашан шыққанын давайте жаза кетейік. Ал енді так біз астына түсеміз. Так, астында бізде көріп отқандай қыз наборлар. Енді бұл қыз наборлар жаңағының көбісі дәл соның олд түрлері десе де болады. Так, көріп отқандай мысалы Мулан деген сияқты. Так, бізде тағы да қандай ерекше набор бар қыздарға. Так, мынандай набор, енді бұның әсіресе так мынандай маскасы өте әдемі. Еще мынандай набор бар. Ойлаңдаршы, мынандай лосинанға қызға арналған. Жалпы енді білем, жалпы қыздардың көбісінің арманы.
Өйткені бұның өзі яғни штани ангел сияқты ғой. Жалпы қыздарға штани ангел сияқты. Любой сүтпен сәйкес келіп кетеді осылайшына. Жалпы мен білем. Өйткені көптеген жалпы игроктардан да жалпы естіп жатырмын. Әрине бұл жалпы Васионың аккаунтында бізде мынандай штани ангеланың қызыл түрі бар екен. Так, бізде қандай түрі бар екен? Қыздарға түрі бар екен, қызыл түрі. Так, астына түсеміз. Так, бізде қандай тағы түрі бар екен? Әзірге мен қызылын байқап отырмын. Так, астын көрейік, бізде қандай түрі бар екен. Так, астында не бар? Так, астын көрейік, астында. Так, короче, штани ангелдің әзірге мен қызыл түрін байқап атым. Егер де сен байқаған болсаңдар, давайте басқа түрін байқаған болсаңдар, егер де комментарияға жазуды ұмытпаңдар. Ендеше біз ысқатты көрдік. Не істейміз? Біз әрине эмоция. Эмоцияны бұда керемет енді. Так, мысалы көріп отқанда мен калаш эмоция бар. Онандай, короче, Нарутоның эмоциясы көріп отқанда бүйсіп жүрді жүрады ғой ше. Так, еще мынандай эмоция бар бізде. Мынандай жалпы эмоция, жүрек бар, трон дейді. Мынандай гүл беретін, еще так Нарутоның жалпы үйістіп, көзімен үйістіп бүйтіртетіні бар екен. Так, мынандай эмоция бар екен, еще отырады, короче, походу бұл бесконечный ма? Короче, бесконечный мынандай эмоция, жоқ, бесконечный емес екен ғой. Бәсе. Так, короче, мынандай эмоция енді бұл олттар білет, жалпы. Короче, мынандай эмоция бар екен. Так, бізде мына халява ашқан, әрине мынандай эмоция бар екен. Еще мен бұл эмоцияны алдыңғы видеодан біріне айтып кеткен тұғым. Так, көрдіңдер ма? Короче, өзі бесконечный эмоция, үйістіп, короче, бұрай бересіңдер. Жан-жақтарыңды, короче, бейт көрдіңдер ма? Короче, үйістіп сайды ғой. Бізде әрине так мынандай эмоция бар екен. Мынандай әдемі эмоция бар екен. Мынандай түрі бар екен, мынау бар екен. Так, мынандай түрі де бар екен. Бұл походу бір пополнение ме бірдеңе шықтау. Так, мынау негізі басында қиын нәрсеге шыққан, кейіннен тайниға ауысты бұны. Так, бізде мынандай эмоция дейді. Так, мынандай түрі бар екен, мынандай түрі, мынандай түрі. Көріп отқандар жалпы негізі өте көп эмоциялардың түрі. Әсте қарап отқандар донатқа салған эмоциялар көбісше. Короче, мынандай эмоцияның түрі бар екен. Так, бізге мынау қателеспесем бір донатқа ма бірдеңе шықты ма, әлде қалай тегін білмеймін. Мынандай түрі бар екен. Так, бізде так қандай түрі бар? Тағы да бір осы түрлері бар екен. Так, бізде короче мынау енді әдемі эмоция. Маған әсіресе осы эмоция өте қатты ұнайды. Жалпы сендерге ұнайды ма осы эмоция? Мынандай эмоция көрдіңдер ма? Ашулан. Жүрдірат кәмшекті, ашулан көреді жүреді. Мынандай түрі бар. 13-ші пропускный эмоциясы ғой. Ойлап қараңдаршы. Осы түрі бар. Ал бізде анимацияның 3 түрі бар екен. Короче, біріншісі осындай. Короче, мынандай жарып шығатын пайда болатын галактика сияқты түрі бар. Үшіншісінде, короче, үстіп жалпы келеді. Міне көрдіңдер ма? Дәл үстіп келеді. Короче, бізге әрине мынандай түрі шықты. Бізге, короче, өзгеріп кетіп көрдіңдер ма? Бұл әрине Итачидің жалпы анимация сияқты бір зат үшін. Так, бүйтіп қайтып өзінен алады. Итачиға, короче, қайта-қайта ауысып отырады. Так, бізге походу мына зат жатып көрдіңдер ма? Мынау шығады бізге. Бірақ әзірге құлып бұда. Короче, мынандай дөп көдесіңдер ғой. Бізде, короче, движение, так, әзірге іштенген жоқ екен. Так, мына жерден көрейік. Так, біз коллекциясын. Мына рюкзак бар ма не аккаунтында? Ойлаңдаршы, мына рюкзакты албаған. Ойлаңдаршы. Ол рюкзактардың бірі ғой енді бұл деген. Так, короче, Skyjet'ten осыған қойыпты. Бізге жақында шыққан Skyjet. Бұл да енді әдемі Skyjet. Так, бізде даскада ештеңе қоймаған екен. Ал енді біз транспорттан көрсек, бізде транспорттан бот скинеріне қойып қойды. Білмеймін не үшін. Мүмкін видео түсірген болар. Ал енді короче, осындай скинер екен. Мынандай әдемі скин бар екен еще. Так, бізде так көрдім. Мынау скин походу нормально. Так, мынаны қояйық, пойди. Пикаптан, короче, мынандай легендарный бар. Так, мынандай скин бар. Короче, мынандай скин. Ал профилдарын көрейік. Бізде, короче, бұда әлі ангелский аватарка фонның бітуіне бір күн бар. Яғни бұл пайди бір айдың көлемінде 2000 алмас саған ойлаңдаршы аккаунтында. 2000 алмас. Так, енді мына жақта көріп 3 түрін алған ғой. Көрдіңдер ма? Наруто бар. Мынау бар. Мынау бар. Ма ойлаңдар әдемі, Так, мына жақта так обменниктерінде, короче, мына заттарды бұрын соңды ашқан екен аккаунттар, бірақ артық чертеждар бұлар. Көрдіңдер ма? Ал енді біз тағы не көреміз? Әрине біз Васионың аккаунтының оружиелерін қандай оружиелермен ойнайды екен. Ал бізде әрине мынандай земляной МК ғой. Әдемі МК жалпы бұл ше. Енді мен мықты МК ғой, енді ұлттар ғана біледі. Енді өткен характеристикасын көрдім, мысалы урон 1, скоростіңіз 2. Еще магазин ғана минус ойлаңдаршы. Тез атады ғой, кәдімгі еще уроны бар. Әрине калаштан мегалодон. Мегалодон емес. Ледяной. Ледяной калаш бар ғой. Бұл да дәл сондай. Скоростіңіз 1, урон 1.
скоростен 2 урон 1 скорость минус. Скорость деген енді оружиені арқасынан тез алуына байланысты походу. Так, короче, мынау бар. Бұда скорость перезарядка 2 урон 1 екен. Әрине ак дракон. Нағыз олдтар ойнайтын оружие ғой. Урон 2, скоростен 1 магазин минус. Ал бізде әрине бұлда енді олдтар ойнайтын оружиенің бірі бұл әрине Скар Купидон бар аккаунтта. Скоростен 2 урон 1 дайнис минус. Ойлап қараш, әдемі былай ше көрдіңдер ма навигін? Еще бізде мынандай Граза екен, Гразада скоростен 2, ал Фамста урон 2 и дайнис 1 екен. Ал ХМ8-де короче мындай скин бар екен, скоростен 2. Бұл походу скинге осы оғанда и навигна оживленный зверь оған екен. Ал келесі бізде АН94, бұда урон 2, броне бонус 1 екен. Бізде плазмада 4 скин бар, еще так мынандай әздеген так навиктер салмады, и мынау қойыр қой аккаунтында. Міне осы дұрыс. Ал бізде келесі АОГ дейді. АОГ-сында скорость перезарядка 2, дайнис 1, скорость минус екен. Ак парапалында, короче, осындай навик бар екен, так броня бонус 1 и скорость 1, скорость минус дейді. Так, короче, Зиморозкта, короче, точность 1, магазин 1 и дәл осындай, так, скорость перезарядка минус дейді. Так, G36, короче, осындай скид екен, дайнис 1 дейді, магазин 1, скорость перезарядка минус дейді. Так, бізде, короче, келесіде, әрине мынандай оживленный зверге М14 өте мықты негізінде. Өте мықты скин оживленный зверь дегенше, тематика скин болса, скорость 2 деген негізі дальний оружие болсын, ближний оружие негізі өте мықты болынша. Так, бізде елесі эскесі точность 2 ойындаш, урын атқан оғы точность еді ғой. Бізде СВД-да, короче, осындай скин бар екен, 4 скин, ястребте дәл осындай дайнис 2, магазин 1, А80-де дайнис 2, магазин 1, дәл жаңағы бізде ястребпен бірге. Келесі бізде пулеметте әрине скорость 2 мықты скин. Бұл жалпы өте керемет скиндардың бірі. Әрине бізде келесі көрейік. Бұзда мынандай пулемет бар екен. Бұның навигі скоростен 2, дайнис 1, скорость перезарядка минус екен. Так, бізде енді топ оружиені көрейік. Әрине мынандай кереметті UMP бар ғой, көрдіңдер ме аккаунтында? Скоростен 2, урон 1, скорость перезарядка минус. Тек сәл жай оқытайды да, бірақ атысы деген сұмдық енді мынаның ше. Жалпы сенің аккаунттарына болатын болса, немесе осымен ойнаған болатын болса, давайте бұл оружиенің қаншалықты мықты екенін комментарийға жазуды ұмытпайық. Ал бізде келесі MP5-қа осындай скин бар екен. Бұда скорость 2 дейді, точность 1 и магазин минус. Жалпы мықты MP5 бұл. Бұл бізде бір набор шыққан болатын, соған байланысты шыққан MP5, бірақ бұның байынша қарасам простой сияқты болғанмен характеристикасы өте мықты мынаның жалпы. Ал бізде келесіде, короче, VSS дескен и скорость 2. Қазір уақытта VSS ең мықты оружие жалпы. Оған еще скорость 2 болса жалпы, бұл вообще мықты болады. Бізде Кобра деген андай М40 бар екен, бұда 5-ші уровень. Так, бұда урон 2, скорость 1. Еще бізде механика бар ойландаш. Жалпы олдтардың арманы болған ғой бұрында деген. Қаншама олдтар армандап кеткен осына. Петухқа, короче, дәл осындай өте мықты навик, бұда да скорость 2, урон 1. Петухтың өзі 9 скин бар екен. Бізде, короче, так, CG15 деген осындай оружие бар. Енді бұл жалпы олдтар білет. Олдтар, давайте осы видеоның комментариясына жазып кетейік. Егер де сендер осы оружиемен ойнаған болсаңдар, бұны жалпы қалай атады, соны давайте комментарияға толық түсініп жазып кетейік. Давайте. Так, бізде Томпсонда, короче, осындай скин бар екен. Так, бізде Томпсонда 4 скин, Викторда, так, 3 скинда и Мак-онда, так, бізде 4 скин и Бизонда, короче, осындай скиндер бар екен. Так, бір-біріне қойып қойық. Ал бізде келесі дробовик. Әрине бізде катаклизм. Бұл жалпы катаклизм бұрында деген мықты скиндердің бірі болған. Ода магазин 2, урон 1 екен. Ал бізде келесі Спаста бізде скорость перезарядка, точность 1, скорость минус екен. Так, әрине бізге двухсолка, бұда скорость 2, скорость перезарядка. Яғни бұлда мықты двухсолканың бірі, өйткені бұл өте тез атады. Короче, екі адам бір уақытта хедшот беретін болса, сен үлгеріп қаласың ғой, мына айтсам, өйткені бұның оғы өте жылдам ұшады. Ал бізде келесі Мак-7, Мак-7-ге осындай скин бар екен. Жалпы бұл точность 2, скорость перезарядка и скорость минус дейді. Кинетикадар башта, короче, осындай скин бар екен. Ал бізде келесіде, короче, бізде авиамда мынандай скин, бұның навигі дейді, урон 1, магазин 1 дейді. Жалпы нормально навигі. Корректі, так, броня бонус 1, броня бонус 2, дайнис 1 екен. Бұл жалпы бронясын ұшырғаннан кейін өте мықты урон жетші кәдімгі ше. 150-160 урон жетіп бір атқаның өзі. Тіпті авиамнен көп жейді. Ал бізде келесіде бар еді, яғни М82B дейді. Осы оружиеде так бұда бізде скорость перезарядка, скорость 1.
и магазин минус. Бізде қазір М24-те осындай скин бар екен. Жалпы бұл қателеспесем бір оружейный джекпотқа шықты. Жалпы мықты скиндардың бірі. Так, бізде короче екі скин бар екен. Так, осы әдемі скин сияқты. По идее магазин 2, еще дальность 1, скорость минус дейді. Так, V2-де бұда V2 94-те жалпы осындай скин бар екен. Дальность 1 и магазин 1. Пистолеттерде как көріп отқандарда міне кажется Дигглда осындай навик бар, ал G18-де осылай, жалпы М1770-те осындай 5 скин бар екен, ал М500-тың өзінде 5 скин М1917-де дәл осындай скин бар екен. Жалпы қарап отқандарда жалпы көп деген заттарда жалпы скиндары бар екен. Так, ближний бойдан мұндай әдемі сковородка бар, ойланыш 20 скин бар екен. Баранкта 15 скин, қазір осындай жалпы Итачидің баранкы оған екен. Так, битада мынандай скин, так басына көріп отқандай мынандай бір кристальный бір өте кереметті бита бар екен. И катанасының мынандай әдемі катана оған екен. Еще мынандай түрде бар, көрдіңдер ма? Кассада короче мынандай скин бар. И мынандай жалпы тағы да керемет скиндер бар екен, көрдің бе? Әдемі. Так, бізде короче мынандай скин бар. Так, келесі мынандай скин бар. Мынау бізде жалпы осы уақытта Итачиға шыққан. Итачиға. Ал кулакта так бізде 2 скин бар екен. Так, мына олд кулак жалпы от түрі. И мынандай хрустальный кулак бар екен жалпы. Граната көретін болсақ, гранатада короче 52 скин бар граната, көрдіңдер ма? Қазір уақытта өзіне осындай скин болған екен, ал синкінің өзі 34 скин бар екен. Так, синкіне жалпы мынандай түрлері бар екен. Жалпы так біз астына түсе берейік. Так, қандай бір ерекше мынандай түрі бар екен. Бұл жалпы үші бұда биікке шығады бұл синкі. Көрдіңдер ма? Биікке шығасың. Именно осы синкіден басқа сенмен биікке шығамайсың. Тек қана осымен ғана шығасыңдар ғой, жалпы биікке. Так, другойда, короче, граникте и осы оружиеде жалпы скин бар екен. Ал ендеше жалпы бүгін біз жалпы Washionның аккаунтын толық обзор көрдік. Егер сендерге жалпы осының аккаунтта қандай набор или қандай оружиеге скин ұнады, давайте соны осы видеоның комментариясына жазуды ұмытпайық, және де құпия сөзді тауып, соны комментарияға жазып, и астына өздерінің телефондарын жазуды ұмытпаңдар.